Біздің видеолардың астына жазылатын өте көп хейттар бар, соларға бүгін жауап беретін боламыз. Ендеше бірінші сұрақ. Бірінші хейт біздің әжеге жазылады. Жасың 80-ге келді, неге немере бағып, үйде намаз оқып отырмайсыз дейді. Мен неге отыруым керек? Мына заманда дамуым керек қой. Әже дамығысы келеді, не сонда 80-ге келсе ары қарай өмір тоқтап қала ма деп тұр ғой енді. Екінші сұрақ, ол маған осы бала бір жағымсыз ұнамайды деп жазып жатыр маған. Мен ойлаймын енді ешқашан гиф, конкурс, анау мынау өтірік лохотрон, лотерея жасаған емеспін. Видеоларымды ешқашан боқтаған емеспін. Ешкімге зиянын тигізіп, политикалық сұрақтар болмаса тағы да бір нәрселер қозғап, енді ешқандай адамдардың намысына тиетін сөз айттым деп ойламаймын. Сондықтан мен не үшін неге ұнамай жатырмын сіздерге? Жазып жіберсеңіздер, кімге неге ұнамаймын мен? Білмеймін енді. Өзім жаман нәрсе істеп жатқан жоқ сияқтымын. Осы екеуі ақ өмірі ерігіп жүреді екен дейді. Біз ерігіп жүрген жоқпыз, халықтың көңілін көтеру үшін жүрміз. Біз өзіміздің таланттарымызды көрсетіп ашқымыз келеді, TikTok арқылы танымалдылығымызды арттырғымыз келеді, киноға түскіміз келеді дегенде ғой енді. Өзімді таланттымын, ойбай актерлік қасиетім күшті деп ойламаймын. Бірақ менің әжемнің актерлік қасиеті енді өте керемет. Оны мойындайтын шығарсыздар. Дұрыс па? Дұрыс айтасың. Тағы да қандай хейттар бар, біздің қандай тұстарымыз ұнамайды, соны жазып кетіңіздер.